Мінекей, курсымыздың соңғы сабағына да келіп жеттік. Енді мен осы мульт персонаждарды Зепетадағы видеолар мен суреттерді қолдану арқылы қалай видео жасайтынымды айтып беремін. Ең бірінші мен сценарийін ойлап аламын. Видеода қай жерде не деп айту керек, қандай фон болу керек, не істеп жату керек, қандай қимылдар болу керек, барлығын елестетіп аламын көзіме. Керек болса жазып аламын, содан кейін соған байланысты іздей бастаймын. Мысалы, менің бүгінгі сценарийім былай болсын, қысқа әрі нұсқа болсын, жарнама ретінде. Мысалға, Альмира белгілі бір инструментте музыкалық аспапта ойнауды үйренді делік. Енді кешкі жаңалықтардан міне Альмира үйреніп алып, пляжда барлығына концерт қойып жатыр. Құрбылары оны қолдап жатыр делік. Ең соңында кешкі жаңалықтарда, егер сізде солай үйренгіңіз келсе, мына номерге хабарласыңыз дейтін видео шығармақшымын. Ол үшін мен фотобудкаға кіремін. Мына жерде бірінші маған не керек? Жалғыз тұрған персонаждың видео фотолары керек. Міне, мына аспапта ойнап үйрендім дерлік. Готово. Фон, мен пляжда ойнап жатырмын. Пляждың қасында қалаған жерге қоямын. Енді бұны скриншот жасап, керекті жерін қиып аламын. Өйткені кешкі жаңалықтарда айтып жатқанда артында фонда мен болуым керек. Фон режимінде. Фон ретінде. Енді мына видеоны өзіме сақтап аламын. Енді келесі менің кешкі жаңалықтардың жүргізушісі керек. Видеоны таңдап алып, фон ретінде жаңағы менің қиып таңдап алғанымды қоямын галереяның ішіндегі. Міне, кешкі жаңалықтарды жүргізіп жатыр делік. Артында телевизорда менің фоным тұр делік. Бұны сақтап аламын. Келесі барлығы енді қуанып билеп жатыр деген керек. Мына жерден іздеп билеп жатқан адамдарды тауып алам. Барлығы пляжда болып жатыр. Зепетаның өзінің фонын қолданып жатырмын. Мысалы, мыналар пляждың мына жағында бір-бірімен билеп ойнап жатыр делік. Бұны да сақтап аламын. Енді келесі тағы бір жерде бір топ адам қуанып жатыр делік. Міне, мынаны таңдаймын. Готово. Мінекей, енді фонын өзгертемін. Бұны да сақтап аламыз. Келесі менің құрбымның қуанып жатқаны керек. Міне, мынау мені қолдап жатыр құрбым. Фонды өзгертемін, сақтап аламын. Енді Viva видео қосымшасына кіреміз. Осы жерде барлығын құрастырамыз. Редактор дегенге басып, жаңағы жасап алған видео фотоларды жинаймын. Далее дегенді басып, құрастырамын. Видео әр фото бөлек-бөлек көрсетіп тұрады. Ортасында переход бар, ол переход бізге керегі жоқ. Мына жерде суреттің ұзақтығы менің айтқан сөзімен сәйкес келу керек. Мысалы, Альмира мына музыкалық аспапта ойнауды үйреніп алып, жағажайдағыларды таң қалдыруда. Длительность шамамен 5-тен асырып қоямын. Енді астына текст жазамын. Текст и спецэффектісіне кіріп, дегенге кіріп басамын. Т дегенге басамын. Қажет тексті тереміз. Птичканы басамыз. Ползунықтың көмегімен созып аламыз. Текстің үстіне бассаңыз, стильдер шығады. Қарап, ұнаған таңдап аласыздар. Үстіне басып, екі саусақтың көмегімен үлкейтіп кішірейтеміз. Видеолар тым ұзақ. Редактирование клипа дегенге кіріп, разделить деген керек емес жерін удалить етіп тастаймыз. Барлық видеоны солай жасап аламыз. Бізге қысқа видео керек. Соңғы жағында жаңалықты аяқтау үшін басындағы фотоны копировать етіп, соңына әкеліп қоямыз. Бұл жерге де текст керек. Мысалы, егер Альмира сияқты үйренгіңіз келсе, төмендегі телефондарға хабарласыңыз. Аяғына дейін созамыз, және осы сөзді айтқанда аяғына дейін үлгеруіміз керек, айтып үлгеруіміз керек.
Енді бұған даусымызды қосу керек. Музыка дегенге кіріп, запись дегенді басамыз. Начать. Альмира музыкалық инструментте ойнауды үйреніп, жағажайдағыларды таң қалдыруда. Птичканы басамыз. Аяғында былай деп: егер Альмира сияқты үйренгіңіз келсе, төмендегі телефондарға хабарласыңыз. Болды, осылай запись жасап аламыз. Үстіне басқан кезде мына жерде громкость, голос деген барлығы тұрады настройканың. Голос дегенге басқанда женщина, мужчина дегенді қоюға болады. Аяқ жағында видеоның да дауысын өзгертіп аламыз. Тыңдап көрейік. Енді бұған музыка қосу керек. Артқа дегенді басамыз. Музыка дегенді бассаңыз, Viva видеоның өзінің галереяның ішінде көп деген музыкалар бар. Мұнаның ішінен өзіне ұнағанын таңдап аламыз. Бұл жерде де громкостьті азайтуға болады, көбейтуге болады, және де орнын ауыстыруға болады. Екі саусақтың көмегімен басып тұрып орын ауыстырасыздар. Мына жерде құрбымның Альмира алға дегені жетіспей тұр. Музыкаға кіріп, плюсті басып, запись ретінде жазуыма болады. Альмира алға, голос дегенге барып, таңдайсыздар женщинаны. Осылай толығымен дайындап аламыз да, экспортты басып, сақтап аламыз. Болды, видеомыз дайын. Альмира музыкалық инструментте ойнауды үйреніп, жағажайлардағы таң қалдыруда. Альмира алға. Егер Альмира сияқты үйренгіңіз келсе, төмендегі телефондарға хабарласыңыз. Соңғы тапсырма: өз қысқа видеоңыз жасап, историяңызға мені белгілеп, WhatsApp-пен салып қойыңыз. Мен де сіздің видеоңызды сізді белгілеп, историяма репосттаймын. Баршаңызға сәттілік!